Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз шылау тақырыбын әрі қарай жалғастырып, олардың қандай түрге бөлінетінін қарап шығамыз. Шылаулар балалар өздері қатысып тұрған сөздерге өтініш, шектеу, даралау мағынасын үстейді екен. Қазір сіздермен бірге олар қандай шылаулар екенін қарап шығамыз. Бірінші, өтініш, шектеу, даралау мағынасын қой, ғой, ғана, ақ шылаулары үстейді екен. Мысалы, дүкеннен нан әкеле ғой, өтініп тұр, балалар? Нан әкеле ғой, сенен сұрап тұр, өтініп тұр. Сондай-ақ, егер ғананы қолданатын болсақ, онда даралау. Мысалы, Дана ғана тапсырманы орындай алды. Мен даралап жатырым Дананы. Шектеу. Мысалы, далаға шықпай-ақ қой дейді, анамыз. Карантин кезінде далаға шықпай-ақ қой. Ол ақ шылауы үнемі сызғыш арқылы жазылады. Ал қой, ғой шылауы өзімен бірге қатысып келген сөзбен бірге баяндауыш қызметін атқарады. Екінші, бізде күшейткіш мағынасын үстейтін шылаулар бар екен. Ол қандай шылаулар? Олар да, де, та, те. Күшейткіш мағынасын үстейді екен. Мысалы, нан да бітті. Үйде барлық нәрсе бітіп қалған, сонымен бірге нан да біткен. Көрдіңіздер ме? Нанның біткенін мына да шылауы күшейтіп тұр. Үшінші, сұрау мағынасын үстейтін шылаулар бар екен. Олар қандай? Сіздер оны білесіздер. Ма, ме, ба, бе, па, пе. Мысалы, дүкенге барасың ба? Міне, біз ба шылауын қолдандық және одан кейін қандай белгі қойдық? Сұрақ белгісін қойдық. Неге? Өйткені ол сұрап тұр сенің баратыныңды, әлде бармайтыныңды. Дүкенге барасың ба? Жақсы. Енді балалар, осы шылаулар бізде кейбір жалғаулармен өте ұқсас екен. Ал оларды бір-бірінен ажырату үшін мына ережені жақсылап, есте сақтап түсініп алыңыздар. Мысалы, егер ол шылау болатын болса, олар бөлек жазылады. Міне қараңыздар. Шолпанда, Марста ғаламшар. Яғни екеуі де ғаламшар деген сөз. Қараңыздар. Да, та бөлек жазылды. Ал шолпанға біз не дейміз? Не деген сұрақ қоямыз? Солай ма? Мен сұрағын жазамын. Не? Марс. Не? Енді екінші жаққа қарайықшы. Шолпанда ауа температурасы өте ыстық. Енді осы сөзге сұрақ қояйық. Шолпанда қайда деген сұрақ қоямыз, Қайда? Енді салыстырыңыздар. Да шылау болған кезде ол не деген сұрақ қойылды? Ал да жалғау болған кезде қайда деген сұрақ қойылды? Сол сияқты Марста, бағана Марста ғаламшар дедік. Ал енді Марста өмір болуы мүмкін. Қайда? Тағы да неде деуге де болады. Қайда? Марста. Және олар бірге жазылады. Неде десек те болады. Қайда десек те болады. Марста. Енді әріпті өрнек біз пен, мен, бен деген шылауларды өттік өткенде. Енді солардың жағдайын қарайық. Мысалы, әріпті өрнек пен санды өрнек жаз деген кезде біз пен шылауын қолдандық. Ал енді дәл сондай жалғау да бар. Оның қандай септіктің жалғауы еді? Көмектес септіктің жалғауы. Енді көріп шығайық мағынасын. Әріпті өрнек пен санды өрнек жаз дейді. Бізге екі тапсырма тапсырып отыр. Бірінші біз әріпті өрнек жазуымыз керек, одан кейін санды өрнек жазуымыз керек.
Енді біз пен деген шылауды және деген шылаумен ауыстырып көреміз және оқимыз. Әріпті өрнек және санды өрнек жаз. Мағынасы сақталды. Енді пен көмектес септігіндегі сөйлемді және қойып көреміз. Әріпті өрнек және жазамын. Мына жерде бірінші сөйлемде әріпті өрнекпен жазамын. Мен немен жазамын? Екіншісінде әріпті өрнек және жазамын. Мына жерде біздің жәнеміз үйлеспейді. Сондықтан пен менде не екен? Көмектес септігінің жалғауы. Яғни түбірі өрнек, пен, жалғау. Келесі. Анам келді ме? Сұрақ. Анам келді ме? Не көріп тұрсыздар? Әрине шылау көріп тұрсыздар. Анам келді ме? Сұрау мағынасын үстеп тұр. Сұраулық шылау. Енді дәл сол мені мына жақта көрейік. Сабаққа кедергі берме. Түбірі бер. Ал ме болымсыз етістіктің жұрнағы. Мұнда ол жұрнақ болып кетті және бірге қосылып жазды. Бұл бізде не болады? Екеуі бірге баяндауыш болады. Ал мына жерде ол сұрап тұр анасының келгенін. Анам келді ме? Және мән беріңіздер. Олар қалай жазылды? Бөлек жазылды. Келесі. Күн жұлдыз ба? Сұрап тұр. Күннің жұлдыз екенін сұрап тұр. Және қараңыздар, ба бөлек жазылып тұр. Енді дәл сол ба. Мына жақта қалай жазылады? Жалғау болған кезде. Жұрнақ болған кезде партаға жазба. Түбірі жаз, ба, жұрнақ. Міне балалар, осы ережелерді қолданып, бүгінгі сабақта берілген жаттығуларды сәтті орындайсыздар деп үміттенемін. Сау болыңыздар.